Сәлем достар, бүгін сіздерге эссенің анализін түсіндіретін болам. Task 2 эссесінің біз сіздерге алдыңғы жолы бірнеше эссенің model answerларын қараған болатынбыз. Бүгін енді соларды қысқаша түсіндіремін, яғни соның ішіндегі бірінші эссесін түсіндіретін болам, және сіз сол эссеге назар аударып, мұқият түсініп, артынан тура осы эссені өз сөзіңізбен жазуға тырысасыз. Жарайды ғой? Қараңыз. Біз сізбенен эссенің структураларын өттік, эссенің түрлерін үйрендік. Енді сол түрлеріне қарап, біз эсселерді сол қандай түрге жататындығын ажыратуды үйренеміз, және соған байланысты эссе қалай жазылғандығына назар аудара отырып, жүйесін түсінеміз. Алдымен қазір өзіміз жазбай тұрып, бірінші логикасын түсінуіміз керек эссенің. Жарайды ғой? Қараңыз. Бізде мынандай сұрақ берілген. Nowadays, many people have access to computers on a wide basis, and a large number of children play computer games. Айтады, дәл қазіргі уақытта дейді, адамдардың арасында, адамдардың компьютерға мүмкіндіктері соншалықты үлкен деңгейде дейді, және көп балалардың компьютер ойындарына мүмкіндіктері ашық, яғни жолдары ашық берілген дейді. What are the negative impacts of children playing computer games and what can be done to minimize the bad effects? Бізге сұрақ қойып тұр. What are the negative impacts of children playing computer games? Балалардың компьютер ойнағандарының болымсыз деңгейдегі ықпалы қандай дейді, және не істелінсе осы жаман эффектілерден арылуға көмектеседі дейді. Біз бұл жерде эссеге қараймыз. Бізден сұрап тұрған нәрсе проблеманы айтып тұр, және соның шешімдері қандай болуы керек. Осы туралы сұрап жатыр. Яғни бізде эссенің типтеріне, түрлеріне назар аударсақ, соның ішіндегі problems and solutions деген эссенің типіне жататын эссенің түрі бұл. Окей? Problems and solutions, яғни біз сұраққа қарап, қандай типтегі эссе екендігін ажыратып алсақ, бізге эссені жазу жеңілге соғады. Біз өйткені білеміз ғой, әр типтегі эссе қалай жазылатындығын. Сол үшін сол нәрсесін дұрыстап түсініп аламыз. Problems and solutions. Одан кейін құрылымына назар аударамыз. Біз сіздермен өттік структурасын, introduction, body paragraph 1, body paragraph 2, одан кейін conclusion жазылса, ең стандартты дұрыс шешімі осылай беріледі деп. Тағы бір маңызды мәселе, достар, біздің introduction бөліміміз негізі кішкене қызық бөлім. Яғни бұл бөлімде біздің білуіміз керек ең маңызды екі нәрсе бар. Бірінші нәрсе бұл сұрақтың парафрейзинг версиясы, екінші мәселе thesis statement, достар. Introduction sentence-тің, немесе introduction paragraph-тың ең соңғы сөйлемі міндетті түрде thesis statement болу керек. Thesis statement деген нәрсе бұл эссенің не турасында айтылатындығын қысқа нұсқа түрде көрсететін сөйлем болу керек. Бұл thesis statement болмаса, сіздің жақсы балл жинауыңыз кем деген болады, яғни мүмкіндігіңіз төмен болады деген сөз. Сол үшін thesis statement-тің қалай жазылатындығына қазір назар аударыңыз. Introduction бөлімі кеттік. Бізде сұрақ қалай берілген? Nowadays, many people have access to computers on a wide basis, and a large number of children play computer games. Соны қалай парафрейзинг жасаған? People use computers more extensively these days than ever before. And it is so widespread in our modern world that even children have access to these devices for playing computer games or watching videos. Не дейді? Тура мынау сөйлемді ұзақ бір сөйлем қылып, не деп жасаған? Әдемі бір күрделі сөйлем формасында көрсеткен. Яғни парафрейзинг жасаған болатын, достар. Енді бұл сөйлем, хорошо, бірінші сөйлем бізде не істеді? Парафрейзинг жасады, сұрақты. Екінші сөйлемге назар аударсақ, бұл уже бізде thesis statement, достар. Өйткені introduction part-тың соңғы сөйлемі thesis statement болып табылады. Бұл сөйлем сіздің эссеңіздің body параграфтары не турасында болатындығын қысқа нұсқа көрсететін сөйлем болу керек. Мағынасына назар аударыңыз. This essay discusses the disadvantages of playing digital games on computer devices by youngsters. Children's дегенде youngsters сөзімен ауыстырған. And suggests some measures to reduce such negative effects. Suggests some measures, яғни ұсынады дейді, белгілі бір шешімдер ұсынады дейді. Өйткені бізге сұрақ қойып тұр. What can be done to minimize the bad effects? Яғни жаман әсерлерін азайту үшін не істелінсе болады деп сұрап тұр бізден. Көрдіңіз бе? Яғни шешім ұсыныңыз деп тұр.
Соны не дейді? Suggest some measures to reduce such negative effects. Немесе suggest some solutions деп айтса да қате болмайды бұл жерде. Белгілі бір шешімдер ұсынады дейді. Енді біз осы бірінші сөйлемге назар аударайық. People use computer more extensively, bla bla bla. Бұның барлығы күрделі сөйлем. Compound sentence болып тұр. Неге? Өйткені бізде and деген сөз екі сөйлемді бір-бірімен байлап тұр, яғни қосып тұр. Көрдіңіз бе? Және сол арқылы біз күрделі сөйлем ары қарай жасап тұрмыз. Сол үшін бізде compound sentence болып тұр. Енді words and phrases to remember. Білуіміз керек жаңа сөздер қандай сөздер? Мысалы, computers more extensively деген сөз бар. Extensive деген сөз созылыңқы деген мағынаны білдіреді. More extensively, яғни ұзағырақ, көбірек, жиірек деген мағынаны білдіреді. Frequently деген сөз, жиірек деген сөз. Енді these days деген сөзбенен біз nowadays деген сөзді алмастырып тұрмыз. Өйткені біздің берілген сұрағымызда nowadays деген сөз тұр. Соның орнына біз синоним ретінде these days деген сөзді қолдана алады екенбіз. Сосын these days than ever before деген тіркес. These days than ever before. Never happened before but today. Яғни осыған дейін болмаған, бірақ бүгін болып жатыр деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіз бе? So widespread. Wide деген сөз кең деген сөз. Spread деген шашылу деген мағынаны білдіреді. Widespread, popular деген сөз кеңінен тараған деген мағынаны білдіреді қазақшада. Жазып жаттап алыңыздар мына сөздерді. To do something on a wide basis. Бұл деген сөз бір нәрсені өте жиі көлемде жасау деген сөз. To do something frequently. Бір нәрсені жиі жасау деген мағынаны білдіреді. To have access, иметь доступ деген сөз. Немесе be able to do something, яғни бір нәрсені жасай алу, бір нәрсеге қолжетімділік болу. Device деген сөз бізде gadget, немесе machine, tool деген сөзбенен алмастырылады деген достар. This essay discusses the disadvantages of playing digital games on computer devices by youngsters and suggests some measures to reduce such negative effects. Мына жерге біз youngsters деген сөзді қосып қоя салайық. Бұл бізде young people деген мағынаны білдіреді. Немесе children деп те қолданса болады. Немесе мына teenagerлар бар ғой, соларды да youngsters деп айтады достар. Яғни жасөспірім деген мағынаны білдіреді. Youngsters, жастар деген сөз. Бізде discusses the disadvantages of. Бұл жерде не деп тұр? This is a thesis statement. Here you should briefly explain what is the essay about. Дұрыс. Не үшін эссе не туралы екендігін түсіндіреді. Бұл жерде не деп тұр? Discusses the disadvantages. Яғни болымсыз эффектілерін немесе проблемаларын сипаттайды дейді. Және дейді suggests some measures. Suggests деген сөз уже предлагает определенное решение, белгілі бір шешімдер ұсынады деп thesis statement'та осы нәрсені анық көрсетіп тұрмыз. Көрдіңіз ғой? Words and phrases to remember, бұларды жаттап алайық. Suggests some measures to reduce, explains what will be the second paragraph about, also tells about solutions. Бұл жерде бірінші параграфтың проблемалар туралы айтылатындығын, екінші параграфтың шешімдер туралы айтылатындығын бізге көрсетіп, нұсқап тұр да осы екі сөйлем арқылы. Осылай біз thesis statement'ті көрсетіп жаза аламыз. Reduce деген сөз decrease деген мағынаны білдіреді. Youngsters, бағана айтқандай, жас адамдарды айтамыз. Енді бірінші параграфқа назар аударайық достар. Concerning the adverse impacts. Біз не дедік? Thesis statement'те бірінші disadvantage'дардың барлығын сипаттайды дедік. Яғни проблемаларды айту керек параграф 1-де. И тек қана проблемалар туралы әңгіме айтамыз. Бірақ проблемаларды тізіп жазасағаннан гөрі сол проблема плюс солардың дәлелдерін, дәйектерін көрсетіп отырып айтады да бұл жерде. И сол нәрсені сіз де жасауыңыз керексіз эссе жазатын кезде. Яғни бір дәлел айттыңыз ба, соған көмекші болатын, соны нақтылап көрсететін бір жаңағыдай қосымша ақпараттар көрсеткеніңіз абзал. Мысал қараңыз. Concerning the adverse impacts of young children playing video games, the most devastating one is the addiction these games create. Яғни бізде проблема ретінде addiction деген сөз айтылып тұр. Яғни балалардың
concerning the adverse impacts. Concern деген сөз думая, как бы имея в виду деген мағынаны білдіреді. Бұл жаңағыдай балалардың видеогеймдарды, видео ойындарды ойнауының дейді adverse impacts. Adverse деген сөз negative деген мағынаны білдіреді, соның синонимі. Болымсыз ықпалдарын жаңағыдай ойға келтіре отырып дейді, соның ішіндегі ең жаман, яғни the most devastating one is the addiction these games create. Яғни бұл жаңағы жаман эффектілердің ішіндегі ең жаманы балалардың бойында бір бағыныштылықты оятатындығын деп айтып жатыр. The addiction these games create. Яғни осы addictionды проблемаға көрсетті, соның дәлелін айтады енді. Millions of dollars are spent to make computer games so that they attract a large number of audience and keep them glued to the computer screens. Яғни миллион долларлар дейді бұл компьютер ойындарына жұмсалады дейді. Және дейді өте көп аудиенцияны, яғни аудиторияны өзіне желімдеп қояды, клейлеп қояды дейді. Сол компьютер экрандарына желімдеп қоятындай дәрежеде адамдарға сондай бір бағыныштылық оятқызады дейді. Екінші проблема ретінде келесі сөйлемде көрсетеді. So they are addictive by design and that this obsession hampers children's outdoor activities, studies and even time to socialize and learn important life skills. Many research works suggest that children who spend many hours playing computer games end up performing poorly in schools and avoid social events and outdoor activities. Мына жерге назар аударыңыз достар. Біз мына so they are addictive by design, яғни біз мынау сөйлемнің жалғасы ретінде екі сөйлемдер бір-бірімен байланысу үшін мынандай linking words'ті қолдандық. Яғни бір байлаушы сөзді қолдана отырып, ары қарай жаңа сөйлемді жалғастырып жатырмыз. Бұнда не дейді? So they are addictive by design, яғни өзінің дизайны бойынша сондай тартымды ойындар туралы айтып жатыр да, сипаттап солар. And this obsession деген сөз бір страсть деген сөз. Яғни содан туындайтын жаңағыдай адамның қатты қалауы дейді. Hampers children's outdoor activities. Екінші проблема не дейді? Балалардың сыртта ойнауға деген қызығушылығын, сырттағы жасайтын активитиларының барлығын тоқтатады дейді. Өйткені бала экранға байлаулы. Studies and even outdoor activities, studies and even time to socialize, learn important life skills. Яғни олардың сырттағы ойнайтын ойындарын жасауына кедергі келтіреді, олардың сабақтарына кедергі келтіреді, тіпті олардың сыртқа шығып өзгелермен араласуын, яғни socialize деген сол. Сосын өмірлік белгілі бір қабілеттерді бойына жинауына кедергі келтіреді. Яғни hampers деген сөз осы, яғни stops doing something. Яғни кедергі келтіру, preventing деген мағынаны білдіреді. Many research works suggest that children who spend many hours. Енді осы айтылған пікірді достар, біз белгілі бір ғылыми тәжірибемен, ғылыми тұжырымдамамен толықтырып жатырмыз. Көрдіңіз бе? Дәлелдер, evidences, қосымша ақпарат беру арқылы соны айтылған пікірін күшейтіп жатыр да одан сайын. Не дейді? Көптеген зерттеулер дейді, мына нәрсеге кеп тірелді дейді. Компьютер ойындарының көп ойнайтын, көп уақыт жарататын адамдар дейді, end up performing poorly in schools. Яғни заканчивают тем, что у них школьные достижения уменьшаются. Яғни мектептегі сабақтарының деңгейінің төмендейтіндігін көрсетті дейді. Және avoid social events and outdoor activities. Балалар қоғамдық әрекеттерден немесе сыртта жасайтын ойындарды, басқаларды жасаудан бас тартады, қашқақтайды дейді. Сондай деңгейге келеді дейді. Өйткені компьютерға тәуелді ол адам. Түсіндіңіз бе? Осылай ғылыми тұжырымдаманы қосып жатыр да бұл жерде дәлелдеп түсіндіру үшін өзінің ойын. This results in physical and psychological issues including poor eyesight and despair. Яғни бұл жерде екінші проблеманы айтып жатыр. Осы мынау сырттағы ойындардан бейхабар қалған балалардың арғарай жасалынатын, ұшырайтын проблемалар ретінде айтады. Бұдан кейін дейді, бұл нәрселердің барлығы, яғни сол компьютердің алдында ұзақ отырғандық,
физикалық және психологиялық проблемаларға алып келеді дейді. Оның ішінде көздің құруы дейді, және despair деген адамда бір депрессия болады ғой, бір сондай бір тынымсыздық адамды сондай бір проблемаға итермелейді дейді. Moreover, violent games cloud the youngsters' judgment and make their rational thinking unstable. Оған қоса дейді, сондай жаңағыдай қатыгез ойындар дейді, cloud the youngsters' judgment. Қараңызшы, бұл әдемі айтылған сөйлемде, cloud деген бұлт деген сөз, cloud the youngsters' judgment. Judgment деген бағалау, бір ситуацияны бағалау, оценивать ситуацию. Яғни белгілі бір жағдайларды дейді, бағалай алу қабілетін дейді, тұмандандырады дейді. Яғни соны жаңағыдай азайтады, кемсітеді деген мағынаны білдіреді. Make their rational thinking, рациональное мышление, яғни саналы түрде ойлауларын не дейді, бір қалыпсыз деңгейге келтіреді, unstable халге келтіреді. Oftentimes, youngsters who play violent games develop violent behaviors. Көп жағдайда, яғни жиі кездесетін жағдайда, жастарда дейді, сондай қатыгез ойындарды ойнау не дейді, біраз қатыгездік қасиеттерді бойында жаратады дейді балалардың. Көрдіңіз бе? Яғни бір әрекеттен, бір проблемадан екінші проблема бір-бірімен ұштасып жатқандығын әдемі байланыстыру үшін мынандай linking words'тарды қолданған. Moreover, this results деп көрсетіп тұр. Көрдіңіз бе? Одан кейін so they are addictive by. Сөйлемдер бір-бірімен тұтас байланысып жатыр да мына жерде. И бізде жаңа сөздер ретінде мына жерден жазып қойып, adverse impacts қалып кетіпті бағана. Adverse impacts деген сөз negative impacts деген мағынаны білдіреді. Яғни negative influence деп айтсақ та болады. Сіз егер influence сөзін білетін болсаңыз, осы бізде сондай мағына береді. Devastating дейді, the most devastating. The most devastating. Яғни the worst деген мағынаны білдіреді. Немесе самый разрушающий деген мағынаны білдіреді. Яғни соншалықты бұзатын дейді. Addictive by design, attractive by design деген сөз. Яғни бір жағынан тартымды, сондай өзін-өзі тартатын сондай бір нәрселерге айтылады солай. Obsession, бұл страсть деген сөз. Passion, strong interest to something. Hamper something, stop from progressing. Дамуын тоқтатады деген сөз. Socialize, бұл have fun with others, басқаларменен социализироваться, яғни қоғамда өмір сүруге үйрену. Life skills, өмірлік қабілеттер, қасиеттер. End up doing something деген тіркес, достар. Прийти к какому-то результату деген мағынаны білдіреді. Яғни бір нәрсені жасайсың, сосын бір нәрсеге душар боласың қазақшада. Сондай нәрсені end up doing something деп айтамыз. Avoid something, try not to do something. Бір нәрсені жасамау деген сөз. This results in something, it brings to certain consequences. Consequence деген result деген сөз. Нәтиже деген мағынаны білдіреді. This results in something, бұл бір мынандай нәтижеге келтіреді деген мағынаны білдіреді. Poor eyesight, not being able to see properly. Көзіңіздің көру қабілетінің төмендеуін poor eyesight дейді. Яғни төмен зрение деген мағынаны білдіреді. Eyesight, зрение. Despair, total loss of hope, яғни үмітсіздік деген мағынаны білдіреді. Violent games, өте сондай қатыгез ойындар деген сөз. Cruel games деп те айтса болады. Violent games. Behavior, action деген сөз. Адамның поведениесі, адамның бір әрекеттерін айтамыз. Behavior деп. Adverse impacts, negative influence. The most devastating, the worst thing деген сөз. Paragraph 2, достар, екінші параграфқа қарасақ, біз бұл жерде уже solutionдар туралы айтамыз. Неге? Өйткені біз thesis statementте сол туралы айттық. Suggest some measures to reduce such negative effects. Яғни біздің екінші параграфымыз не туралы белгілі бір шешімдерді айту керек екен. Енді сол шешімдерге назар аударыңыз. To minimize the severity of these negative impacts, parents must monitor what their children are doing, especially on computers. Яғни бұл severity of these negative impacts. Severe деген сөз, достар, бұл
өте қатты, өте жаңағыдай қатыгезділік, бір сондай мағынаны білдіретін сөз болып тұр. Severity of these negative impacts, мынау болымсыз әрекеттердің, болымсыз ықпалдардың жойқын күшін азайту үшін дейді, ата-аналар балаларының не істеп жүргендерін, әсіресе компьютер ойындары бойынша жасап жатқан жұмыстарын must monitor, яғни бақылау керек, must control деген сөз. Екінші solution ретінде соның жалғасы мына сөйлемнің. They should not be allowed to play computer games more than a couple of hours each week. Әр аптада дейді, бір-екі сағаттан артық ойнауға рұқсат берілмеу керек балаларға дейді. Should not be allowed to play. And the parents can actively take part in those games with their children so that it becomes family time. Яғни сол балалар ойнап жатқан уақытта ата-аналар балалармен қосыла отырып ойнағандар абзал дейді. Ол бір жағынан бақылау мақсатында болса, екінші жағынан баламен бірге уақыт өткізу мағынасында. Сөйтіп, үшінші шешімін ұсынады. Бұл қандай? Children's outdoor activities should be taken seriously and parents should take them out whenever possible. Балалардың сыртта ойнайтын, сыртта жасайтын әрекеттеріне көп жаңағыдай көңіл бөліну керек, серьезно көңіл бөліну керек дейді. Және ата-аналар дейді, балаларын қашан мүмкіндік болатын болса, сол кезде сыртқа шығарып тұрғандары абзал дейді. Finally, ең соңында, parents can use parental control on the digital contents and the games their children watch or play. Яғни балаларының не ойнайтындықтарында, әсіресе цифровой ойындарына, сандық ойындарына назар аударып, сол жерге ата-аналық контрольді қою керек. Яғни бақылауды қоя отырып, соларды тексеріп отыру керек. This would deter children from downloading and playing games that are not suitable for their age. Бұл дейді, балалардың жастарына сәйкес емес ойындарды жүктеп алуларын тоқтатады дейді. Яғни deter деген сөз stops деген мағынаны білдіреді. Сол жердегі біздің бұл төртінші шешіміміз болып тұр. Көрдіңіз бе? Біз уже body paragraph 2-ні осылайша бітірдік. Шешімдерді кезек-кезегімен бір-біріне байланыстырып көрсеттік. Осы жерде бізде linking words'тар көмектесті. Finally, they should not be allowed to become family time, minimize special in computers. Бұл жерде бір linking words бар екен, басқа сөйлемдер, бірақ бірінен кейін бір мағынасын, бір-бірлеріне мағына тұрғысынан жақын болып келе жатқандықтан linking words'тарды көп қолданбай-ақ түсіндіріп жатыр екен. Енді қараңыз, біздің үйренуіміз керек сөздер. To minimize, бұл азайту деген сөз. Decrease the amount of something, бір нәрсенің санын азайту. Severity of something, strictness of something, яғни бір нәрсенің қаталдығын, бір нәрсенің серьезнылығын, тереңдігін түсіне отыру деген сөз. Соны көрсету мақсатында айтылады. Severe деген. Impact, influence, effect деген сөз. Бір нәрсенің ықпалы деген мағынаны білдіреді. Monitor something, control something. To be allowed to do something, бір нәрсені жасауға рұқсат берілу деген сөз. Allowance, немесе permission, рұқсат деген сөз. Түсіндіңіз ғой? Permission. Each week, each day, each hour, бұл сөзді де қолдануды үйреніңіз. Every деген сөз. Каждый, каждая минута. Actively take part in something. To take part in something деген сөз to attend something деген мағынаны білдіреді. Attend to something seriously. Do something so that it becomes деген сөз, яғни бір нәрсені жасау, так, чтобы это стало, деп айтамыз ғой, сделать что-то, чтобы это стало обычным явлением, или же особенным явлением, например, да? Сондай сөйлемдерді айтатын кезде do something so that it becomes, яғни so that it becomes деген тіркесті қолданамыз. Осыны қолдануды үйреніп алыңыз. Take something seriously, бір нәрсені серьезно жасау, яғни біраз болады ғой, бір серьезный ынтаменен, сондай бір ниетпенен жасауды айтамыз. Intention деген ниет деген сөз. Take somebody out, go out with somebody. Яғни біреуменен сыртқа шығу, бір жаққа демалысқа бару, сондай мағынаны айтады. Take somebody out, take children's out деп айтты, бағана сөйлемде. Deter from doing something, prevent from doing something. Prevent деген сөз предотвратить, яғни тоқтату деген мағынаны білдіреді.
suitable, appropriate, сәйкес келетін деген мағынаны білдіреді. Енді соңында біз conclusion бөліміне назар аударамыз. Conclusion бөлімін екі-ақ сөйлеммен көрсеткен екен. Бұл екі сөйлемде де біз нені көрсетіп жатырмыз? Қысқа нұсқа, әр параграфта не айтылғандығын бір-бір сөйлеммен көрсетіп жатырмыз. To conclude деген сөз бар. Бұл бізде conclusion'дардың соңында қолданылатын linking word деп айтса болады. Яғни сіздің сөйлеміңіз, параграфыңыз conclusion екендігін айту үшін осы тіркес қолданылады. To conclude немесе all in all деген сөздер бар. Осыларды қолданасыз. To conclude, computer games when played excessively by children have many detrimental effects. Қорыта келе дейді, компьютер ойындарын балалар тарапынан көп ойналған уақытта дейді, оларға өте көп болымсыз бір эффектілері, болымсыз ықпалдарының бар екендігін айта аламыз дейді, яғни компьютер ойындарын көп ойнаса. Proper parenting and monitoring seem like the best solution to solve these problems. Яғни достаточно хороший, жеткілікті дәрежедегі ата-ана бола білу және ол балалардың ойындарын бақылау, яғни мониторинг жасау дейді, бұл жақсы бір шешім, осы проблеманың жақсы бір шешімі болып табылатын сияқты деп жазып жатыр. Seem like дейді, яғни seem деген сөз кажется деген сөз. Казаться, кажется хорошим решением деп айтып жатыр. И осылай біз бірінші body параграфтың қысқаша conclusion осылай айттық, екінші body параграфтың қысқаша conclusion осылай айттық. Жалпы алған кезде осы бірінші эссені осылай талқылап шықсақ болады екен достар. Осылай біз алдағы уақытта басқа да эсселер талқылайтын боламыз. Мен бүгін сіздерге бірінші эссені осылай көрсетуді жөн көрдім. Бұдан кейін бізде екінші, үшінші эсселер бар. Осыларды сіз ойша жасап көріңіз. Мысалы, some people say that now we can see films in our phones or tablets and that there is no need to go to the cinema. Others say that to be fully enjoyed, films need to be seen in a cinema. Discuss both these views and give your opinion. Назар аударыңыз, сұраққа назар аударыңыз. Discuss both views. Есіңізде болса, біздегі бірнеше типтер бар ғой, эсселердің 5 типі бар, 5 түрі бар, 6 түрі бар, пардон. Соларға назар аударсаңыз, сол жердегі эсселердің қай типіне жататындығын анықтап алып, осы эссенің жазылу жолына назар аударсаңыз, сіз уже түсінесіз. Мысалы, introduction бөлімінде не туралы айтылған екен, және соның соңғы сөйлемі бізде thesis statement болған. Thesis statement қалай жазылған екен, соны назар аударыңыз. Мысалы қараңыз, however, I would argue that movie theaters deliver an unparalleled experience as not all movies can be enjoyed on small screens. This is a substitute for doing cinema. Кеттік. Бірінші параграф, екінші параграф и conclusion берілген екен. Жақсылап зерттеп қарасаңыз, thesis statement'ті де, introduction'ті де, body paragraph 1, body paragraph 2'ді де барлығын осы жерден анықтап көре аласыз. Сіз қазір дайын эсселердің құрылымдарын, логикасын дұрыс түсінуді білсеңіз, өзіңіз эссе жазатын кезде сіз уже миыңызда қалыптасқан белгілі бір жүйемен оп-оңай жазып шыға алатын боласыз. Осындай практикаларды көп-көп жасаңыздар. Бүгінгі жасалған практикаға жіті назар аударып дұрыстап түсінуге тырысыңыз. Ішіндегі жаңа сөздерді, фразаларды жазып алып жаттаңыз, және осы бірінші эссені өзіңіздің шамаңыз келгенше тағы бір рет жазып шығыңыз. Бұл сізге жақсы бір практика болады, достар. Жалпы алғанда осы. Назарларыңызға рахмет. Сау, сәлемет болыңыздар.